Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы 18-ші тақырып адам организміндегі химиялық элементтер. Сендерге осындай бүгінгі жаңа сабағымыздан түсінікті болу үшін маңызды жерлерінен кесте жасадым. Сол кестеге көңіл аударайық балдар. Химиялық қоректік заттар. Оларға минералдар, майлар, наркоздар, көмір сулар жатады. Ауыстырмайтын элементтер. 118 элементтің 22-сі ауыстырылмайды. Олар көміртек, сутек, азот және оттек. Бұл тізімге кірмейді. Наркоздар. Құрамында 20 амин қышқыл кіретін күрделі органикалық қосылыстар адам массасының 15-20% алатын наркоз. Наркоздар бізде балдар ет пен балықтың құрамында кездеседі. Амин қышқылдары көміртек, сутек, азот, оттек, күкірт сияқты элементтер кіретін күрделі органикалық заттарды айтамыз. Майлар, май қышқылынан және глицериннен түзілетін органикалық қосылыстар. Құрамында көміртек, сутек элементтері кіреді. Адам массасының 19% майдан тұрады. Көмірсулар. Құрамында көміртек, сутек, оттектен кіретін күрделі органикалық қосылыстар адамның массасының 0,6% көмірсудан тұрады. Дәрумендер. В1, В2. Азықтарда аз мөлшерде кездеседі. Тағамдық заттардың сіңуіне көмектеседі. Минералды заттарға кальций, натрий тұздары бұлшық ет қызметіне, оттекті тасымалдауда, жүректің жиырылуына реттеуде, жүйке импульстерін таратуда негізгі рөл атқарады. Кальций фосформен бірге адам қаңқасының сүйегіне кіреді. Элементтер тобы. Біріншісі көп мөлшерде жоғары кездесетін микроэлементтер. Бұл жерде 0,5% микроэлементтер. Аз мөлшерде кездесетін элементтер макроэлементтер. Біз бұл жерде макроэлементтерге сутек, көміртек, азот, натрий, магний, фосфор, хлор, күкірт, кальций, калий деген сияқты элементтерді жатқызамыз балдар. Адам денесіндегі макроэлементтер бұл жерде сутек, оттек, көміртек, азот 96%, кальций, фосфор, калий, натрий, хлор, магний, күкірт 4%. Макроэлементтер қызметі. Макроэлементтерінің қызметі балдар ұлпаларды түзу процесіне қатысады. Бұл жерде фосфор мен көміртек сүйекті құрайды. Қышқылдық сілтілік тепе-теңдікті су мен тұздың алмасуын тұрақты ұстап тұру, қандағы тұздың құрамын тұрақтандыру, ферменттік жүйенің құрылымын түзу. Элементтер кобальт, никель, мышьяк, кадмий. Бұл жерде микроэлементтер. Ал макроэлементтерге балдар, макроэлементтерде кездесетін мырыш ұйқы безінде, молибден бүйректе, барий көздің тор қабағында, стронций сүйекте, йод қалқанша безінде кездеседі екен. Мінекей балдар, осы Менделеевтің кестесіндегі көптеген элементтер біздің ағзамызбен тікелей байланысты болады екен. Енді осы тапсырманың астындағы біліміңді тексер, тапсырмаларды бірге орындайық балдар. Бірінші сұрақ. Макро және микро элементтер деген не? Мысал келтір. Жауабы: дене массасымен салыстырғанда 0,5%-дан жоғары мөлшерде болатын химиялық элементтер макроэлементтер. Ал 0,5%-дан аз болса микроэлементтер деп аталады. Бұл жерде балдар макроэлементтерді атап өтейік. Сутек, көміртек, оттек, азот, натрий,
магний, фосфор, күкірт, хлор, калий, кальций. Ал микроэлементтер кобальт, никель, астат, стронций, бұлардың барлығы бізде микроэлементтер. Екінші тапсырма. Тағам құрамындағы химиялық элементтердің өзара байланыста болуының қандай маңызы бар? Адам денсаулығы үшін маңызы бар. Демек, бұл өте пайдалы. Үшінші тапсырма. Химиялық элементтердің адам организміне әсері туралы хабарлама дайында. Бұл жерде балдар әр оқушының өзінің ойы маңызды. Сендердің ойларың құнды. Демек, әркім өзінің ойындағын жазуға болады. Мысал ретінде, адам организмінде түрлі химиялық элементтердің болатыны белгілі. Сондықтан да адам организміне қажетті элементтер түсіп тұруда қажет етеді. Себебі кез келген элементтің артық мөлшерде немесе жетіспеуі де адам денсаулығына кері әсер етеді. Төртінші тапсырма. Нәруыздің құрамына қандай элементтер кіреді? Олардың химиялық таңбаларын жазып, периодтық жүйеден орнын анықта. Бұл жерде Менделеевтің периодтық кестесін пайдаланып, осы тапсырмаға қараңдар балдар. Жауабы көміртек, оттек, азот, сутек, күкірт элементтері құрамына кіреді. Енді әр қайсысының тобына, периодына тоқталып кетейік. Бізде көміртек 4-ші топтың 2-ші периодында орналасқан. Ал оттек 6-ші топтың 2-ші периодында орналасқан. Азот 5-ші топтың 2-ші периодында орналасқан. Сутек 1-ші топтың 1-ші периодында орналасқан. Күкірт 6-ші топтың 3-ші периодында орналасқан. 5-ші тапсырма. Нәруыздардың адам организмдегі биологиялық маңызы қандай? Организмге нәруыз жетіспеуінің қандай салдары барын айт дейді. Қатар нәруыздар организмнің әртүрлі жұқпалы мен вирустарға төзімділігін қамтамасыз ететін иммунитеттердің қалыптасуына қажетті заттардың құрамына кіреді. Адамға нәруыз жетіспеген жағдайда қан құрамы ішкі мүшелердің қызметі бұзылады. Иммунитетті төмендетеді. Баланың өсуі мен дамуы тежеледі. 6-ші тапсырма. Сұрағы: көмір суларға қандай қосылыстар жатады? Олардың адам организміндегі маңызы қандай? Бұның жауабы балдар қызыл түспен жазылып тұр, өздерің байқағандай. Көмір сулар құрамына көміртек, сутек, оттек кіретіні күрделі органикалық қосылыстар. Көмір сулар өсімдіктерде күн сәулесінің әсерінен көмір қышқыл газы мен судан түзіледі. Көмір сулар адам организмдегі майлар мен нәруыздардың алмасу реакциясына қатысады. 7-ші тапсырма. Майлардың адам организміндегі маңызы қандай? Майлар органикалық негізгі энергия көзі болып табылады. Жауабы мінекей балдар осындай болады. 8-ші тапсырма. Қоректік заттардың жетіспеуі организмге қалай әсер етеді? Жауабы кері әсер тигізеді. Түрлі ауруларды туғызуы мүмкін. Соңғы тапсырмамыз балдар бізде 9-ші тапсырма. Тағамның құндылығы қалай анықталады? Тағамның құндылығы оның құрамындағы пайдалы органикалық заттардың мөлшерімен анықталады. Мінекей балдар, осы біздің тапсырмамызды әрдайым бірге орындайтын боламыз. Осы арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңдар, жаңадан шыққан видеоларды көретін боласыңдар. Қош сау болыңдар. Рахмет.